21 қыстан кейін неліктен көктем шығады? Күн мен түннің, жыл мезгілдерінің неліктен ауысатынын білесің. Жыл мезгілдері. Бір мына суреттерге ортақ нәрсені тап. Суреттер, құмсағат, күн, аялдамадағы оқушылар, ұйықтап жатқан бала. Екі аспан денелерін бақылау арқылы адамдар қандай уақыт аралығын анықтады. Уақыт өлшемін анықтауға күн, ай және жұлдыздарға бақылау жүргізу көп көмегін тигізді. Ежелгі адамдар күн мен түннің, күз бен қыстың алмасатынын байқады. Осылайша алғашқы уақыт бірліктері тәулік, ай, жыл пайда болды. Үш жыл мезгілдерінің, күн мен түннің нақты алмасу себебін анықта. Өз болжамыңды ұсын. Сызбадағы сөздер: көктем, қыс, жаз, күз, күндіз, түн. Төрт теллурийдің көмегімен жердің қозғалысын бақыла. Қорытынды жаса. Сөздер: жыл, тәулік, ай, күн, жер, білік, ай. Дегеніміз толық бір айналым жасауға кететін уақыт аралығы. Теллурий жердің қозғалысын көрсететін аспап. Күнтізбе дегеніміз кезеңдерге бөлінген уақыт аралығын есептеу жүйесі. Олар жыл, ай, апта, күндер. 5, бір жыл, бір ай, бір аптада неше күн болатынын есіңе түсір. Күнтізбені пайдаланып, күнтізбелік жыл қашан басталатынын, оқу жылының қашан аяқталатынын, елімізде Наурыз мерекесінің қашан тойланатынын, туған күніңді қашан атап өтетініңді анықта. 6 суреттерді пайдаланып қанша уақыт өткенін болжа. 7 айсұлу өлшегіш жолақ жасат. Барлық бүтін жолақпен оның әрбір бөлігі нені білдіреді? Не себепті бұлай болады? Сен білесің бе? Ақпан қыстың соңғы айы. Ақпан сөзі ақықпа, яғни ақтүтек боран сөзінен шыққан. Ақпан қарлы боран жиі соғатын ай. Ақпан ең қысқа ай. Бұл айда 28 немесе 29 күн бар. Кібісе жыл. Күнтізбеге 4 жылда бір рет 366 күн қосылады. Бұл жердің күнді 365 күн 6 сағат шамасында айнала қозғалуына байланысты. 4 жыл ішінде бір тәуліктің сағаты 24 сағат жиналады. Бұл күн 29 ақпан болып, ал жыл кібісе жыл деп аталады. 8. Үстелдің үстіне қоятын күнтізбе жаса. Суретте наурыз айы 31 күні, бейсенбі апта күні көрсетілген. Қорытынды сұрақтар. Жылдың негізгі өлшем бірліктерін ата. Күн мен түннің ауысу себебін айт. Сөйлемді толықтыр, жердің күнді айнала қозғалуына байланысты ауысады.